Саламатсыздар ма балалар? Жаратылыстану пәні 22-ші сабақ. Алып ғаламшарлар. Балалар, сендер бұл сабақта күн жүйесінде ғаламшарлардың орналасу тәртібін, ғаламшарлар бір-бірінен қалай ерекшеленетінін білетін боласыңдар. Балалар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын қайталауға арналған сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: қандай ғаламшарларды білесің? Юпитер, шолпан, жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Күн жүйесіндегі ғаламшар. 8 ғаламшар. Ішкі ғаламшарларды ретімен ата: Меркурий, шолпан, жер, Марс. Қай ғаламшарда улы атмосфера бар? Шолпан ғаламшарында улы атмосфера қабаты бар. Қалған 4 ғаламшарларды алып немесе сыртқы ғаламшарлар деп атайды. Бұл ғаламшарлардың көптеген серіктері және сақиналары бар. Күн жүйесіндегі 5-ші ғаламшар Юпитер. Ол өте үлкен, сондықтан оны алып ғаламшар деп атайды. Юпитер жерден 10 есе үлкен. 6-ші орында Сатурн иеленген. Бұл газдан тұратын орасан алып ғаламшар. Ол жерден 9 есе үлкен. Сатурнның айналасында ұсақ тастар мен мұздардан құралған сақиналар қозғалады. 7-ші ғаламшар Уран. Ол жерден 4 есе үлкен. Бұл күн жүйесінде қырымен жатқан жалғыз ғаламшар. Соңғы 8-ші ғаламшар Нептун. Ол көлемі бойынша Уранмен шамалас. Нептунда тірі ағзалардың тыныс алуына жарамсыз атмосфера бар. Суретте қай ғаламшарларды көріп тұрмыз? Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Балалар, бұл ғаламшарлар алып ғаламшарлар, аты айтып тұрғандай, үлкен ғаламшарлар екен. Бұл қызық. Ең ысты ғаламшар шолпан, ең үлкен ғаламшар Юпитер. Ол ғарыш қоқыстарын өзіне тартып жерді одан сақтайды. Уранда жыл мезгілдері бар. Әр мезгіл 20 жылға созылады. Ең үлкен тау Әлем жанар тауы. Ол Марста орналасқан. Оның биіктігі 276 километрге жетеді. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабағымызды қорытындылайықшы. Мына сұрақтарға жауап беріп көріңдерші. Қай ғаламшарларды сыртқы ғаламшарлар деп атайды? Күннен алыс орналасқан 4 ғаламшарды сыртқы ғаламшарлар немесе алып ғаламшарлар деп атайды. Олардың серіктері де, сақиналары да бар. Алып ғаламшарларды ретімен ата: алып ғаламшарлар Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Қай ғаламшардың көлемі жерден 10 есе үлкен? Юпитер жерден 10 есе үлкен. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.